Ресей кеден одағы елдерін ықпалында ұстау үшін аралық сот құруды жоспарлап отыр. Бұл туралы бүгін Астанада Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде айтылды. Ол жерде парламент депутаттары және Қазақстан кәсіподақтары қауымдастығының өкілдері болып өз пікірлерін осылай жеткізді. Кеден одағы елдер аясында аралық сот құруды Ресей тарапы биыл көктемде ұсынған екен. Содан бері бұл құжат қызу талқыға түсіп келеді. Құжатты қабылдау кезінде асығыстық танытпай, әбден зерделеу керек. Тек содан кейін ғана шешім қабылдаған дұрыс дейді тұжырымдаманы талқылауға қатысқан Сенат депутаты Людмила Полторабатько. Құжатты ұсынушы және бүгінгі дөңгелек үстелді ұйымдастырушы Атамекен одағы да көпшіліктің пікірі ескеріледі деп отыр. Союз Атамекен на основе анализа. Атамекен одағы бүгінгі отырыстың қорытындысына сараптама жүргізе отырып шешім қабылдайтын болады. Сөз алғандардың барлығының ұстанымы бұл құжат әлі шикі және қайта қарауды қажет етеді деп отыр. Сонымен қоса біз пікір білдіремін дегендердің хатын әлі қабылдаймыз.